Kollarında basır sen canım. Kalbim tonatganda, akşam kunlatkanda, hayolim sendan. Seni ko'rganimda quvonch to'lar yana meni qalbimda. Jonim bilgin sen meni, bilgin sen shuni, hech kim sevolmas menday seni. Yo'qdir men uchun sendan boshqasi, bilgin sen meni, bilgin sen shuni. Дорожье, команд! Seni yuragimda joy yo'q menga. Naqadimda kunlar o'tar yolg'izlikda sensiz jonlarim. Shunchalik biz yaqin bo'lgan edik, baxtim bizga. Yok 11'den. Biz çok kataloğumuz barlarımız. Ömürge qadam qo'yvalı. Mine sizlerden bugün ulkan bir merekeli bir quvonchli kun derimiz. Mine olsa şahsı kisi osындай bir жақсы күнге nasip etedi. Mine sizlerden merekeleringizge Audan Xalq Арту bölümünün mengерушісі Davut Ağa Esmaхан sizlerden құттықтауға келген екен. Басқа мектептерге де барады. Сондықтан арада кешімізге қатысып демеңіздер. Айттық клубта, орталық клубта өткізейін деп жатырмыз ағайын. Жақсы деді. Қазір ағайдың сіздерге деген бір жыл лебізін ескертпен әңгіме отырыпты. Қазір жақсы бір жыл лебізбенен. Mesela кейін ортада бір оқушымыз дайындалып отырады. Кім бар? Шүйенбаева қызымыз бар. Жақсылап сізден бір тілек айтып жібересіз. Енді клубқа бармады демесіңдер, Дәуіт ағай. Қайма? Дәке оқушыларымызға. Құрметті оқушылар, құрметті ұстаздар, мінекей бүгін мектеп өмірінде бір есте қалатын, ұмытпайтын күн. Әр жылы міне осы мектеп қабырғасынан өздерің оқысаған 11 класты, 11 жыл осы мектепте оқып, білім алып, тәрбие берген, ғылым сырларын үйреткен оқушыларменен қоштасатын соңғы қоңырау бүгін өтіледі. Енді соңғы қоңырау деген сөз, енді осы бүгін соңғы қоңырау соғылады, соныменен барлық іс бітті деген нәрсе емес. Бұл енді бізде дәстүрге айналған 25 май күні мектепте оқу жылы аяқталады. Соның есебінен салтанатты түрде жиын өткізіліп, соңғы қоңырау соғылады да, кейін мектептегі бітіруші класстар емтихан тапсыруға кіріседі. Міне бүгін осы 2-11 класс оқушылар дайындалып отырған екенсіңдер. Бүгінгі соңғы қоңырау күндеріңменен мен өзім атынан, халыққа білім беру бөлімі атынан шын жүректен құттықтаймын. Сонымен бірге енді алдарында өте жауапты, қиын кезеңдер тұрыпты. Бұл біріншісі мемлекеттік аттестация дейді емтихандар тапсыру. Міне соны жақсы тапсырыңдар, жақсы бағаларға. Одан кейінгі мақсат арманымыз, әр қайсының алдында өзінің мақсаттарым бар, армандар. Міне 11-ді бітіріп, қолыңа кәмелеттік аттестатты алғаннан кейін ата-анаңның жаңағыдай үмітін ақтау, оқытушылардың 11 жыл оқытып берген білімдерін бір жүзеге асыру мақсатында барлықтарын оқу орындарына аттанасыңдар. Міне сол оқу орындарына оқуға түсіп, келешекте міне осы ауданымыздың бір жақсы белді маманы ретінде келіп, қала берді облыс көлемінде, аудан көлемінде, одан кейін өзіміздің осы туып өскен Жаңақазған ауылында әркім өзінің қалаған кәсібі бойынша мамандығын егелеп, өмірден өз орнын тауып, ұстаздар арасында жұмыс істеулеріне мен тілектеспін. Енді оқушылық өмір бұл бір жақсы өмір. Міне сендерді 11 жыл бойы мұғалімдер оқытып, тәрбиелеп,
ата-анаң қандай ақыл айтқан болса, оқушылар да соны айтып келді. Енді құрметті оқушылар, сендердің алдарында бір мақсат, үлкен жауапты сын. Енді сендерге күнде мектептің партасына алып келіп отырғызып қойып, бүгін сабақтан қалма, тәртіпті бол, оқытушының айтқанын тыңда, ата-анаңның айтқан берген өсиетін орында деп енді күнде ешкім айтып отырмайды. Енді мінекей қолдарында аттестат, бір қолдарында Өзбекстан азаматы деген паспорттарың бар. Бұл деген сөз енді өздерің жауап бересіңдер. Себебі мектеп партасынан шыққаннан кейін енді бір азаматсыңдар, оқып шықтыңдар 11 жыл. Енді бұл деген сөз сендерге әрбір басқан қадамдарың, отырған орындарың, айтқан сөздерінің барлығын ойланып істеуіңіз керек. Оқушыл дәуір енді арқада қалды. 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді, келіп, кейін бас қосып, осы мектепке келген уақытында өздерің отырған парталарыңды, орындарыңды көріп, оқытқан оқушыларыңды көріп, сол кезде өздерің бір жыл лебіздеріңді айтасыңдар. Біз соған тілектеспіз. Жаңа директор айтып кетті, неге қатыспады ағай деп ойламаңыздар деп. Мен мінекей 13-ші мектепке жолдан 38-14-ші мектептерге кіріп келе жатырмыз. Мектеп көп ауданымызда, 41 мектеп бар. Оның бәрін аралап шығуда қиын. Мен уақыт тауып сіздерге кіріп, 5 минут болса да кіріп, тілек айтып, құттықтап кетуге келдік. Бізбен бірге келген аудан халыққа білім беру бөлімінің әдіскері бар, ол кісі қатысады. Қуаныш жиналысқа сөз сөйлейді сол жерде. Біз одан әрі қарай мына барған мектептерді көріп, өздерің осы оқушылармен бір жүздесуіміз керек. Нәсіп етсе егер, ертең емтихандарды аяқтап, қолға аттестат алатын кезде мүмкін келіп осы жерде аттестатты тапсырып, мектептен бұратыла жаңағыдай өмір жолын аттандырып шығарамыз. Менің тілегім мінекей, бақытты болыңдар, ұзақ өмір көріңдер, жақсы бір азамат болып шығыңдар. Рахмет ата. Енді Серікбай ағаның қызы оқиды осы жерде. Енді барлық бала бір бала. Осы құттықтағалы келіп отыр, Серікбай ағамыздар оқушыларымыздар Міне бүгін ең бір сендерге бір қуаныш күлеген бір осы адамдардың бәрі де сендердей бала болған осы. Сендерді оқытып жатқан мұғалімдерің де, ұстаздарың да осындай сендерден класстан мектепте партада отырып оқып, сөйтіп ұстаздарынан сендерге осындай мұғалімдерден, ұстаздарынан білім алып, сол білімін енді және тереңдетіп сендерге бір үйретіп шығарып жатыр. Бұларға бұның өзі бір кәтте, менің ойымша кәтте бақыт, кәтте қуаныш өмірдегі ең бір бұлардың да осындай етсем деген армандары орындалып отыр. Міне біріншіден сендерге бар талантыменен өз білімінде жайғасқан білімін, ілімін, өнерін, басқасын бәрін үйреткен бірінші мұғалімдерге, ұстаздарыңа рахмет деймін. Сіздердің ұядан ұшырып жатқаны бұларға құтты болсын. Мектепте бітіріп, білім алып, енді адам қатарына қосылып жатқандарың сендерге құтты болсын. Енді міне мектепті бәрімізді осындай бітіргенбіз. Бітіргеннен кейін бұл өмірдің өзі жасаған адам көп біледі, өзіңнен бір көйлек бұрын тоздырған деген ақыл бар, сол бекерге айтылмаған. Білмеген жерлеріңді ұялмау керек, сұрау керек ұстаздарынан. Ендігі бұлардың ата-аналарында сендерден қандай өзінің ниеті, аталарының ниеті болса, сендерден күткен бір арманы болса, бұлардың да арманы тапсылдай. Оқытып білім бергеннен кейін сендер келешекте елге, халыққа қызмет қылып, отанымызға белгілі бір беделді азамат болсаңдар, тап ата-аналар қандай қуанса, бұлар да сондай қуанады. Кеше бір телевизорда мен көрдім, уақыт бойынша бір көп тартыс бір-біріне мұнақаза болып жатыр да. Уақыт дегеннің өзі бұл міне кеше ғана іңға деп түскен балалар еді, бесікте жатқан балалар едіңдер, міне 11-де бітіп жатсыңдар. Міне қанша уақыт өтіп кетті. Уақытты босқа жібермеу керек. Міне бітірдік, енді болды, жаңағы аттестатты алдық деп жүре берсең, уақыт өтіп кетеді. Өмірден артта қалып кете бересің.
оқып, біліміңді асырып, келешекте өнеріңді үйрену керек. Өнеріңді одан алды ілгерілете беру үшін бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырма дейді. Ертең бітеді де бүгін қоя тұрайыншы десең, уже күннен күн қалып төмендеп кете береді. Тап осы білімің бұл енді бастапқы мектептен бастамасы. Енді оқып, осы біліміңді асыру, жоғарыға өз біліміңді көтеру, мамандық алу, бәрі өздеріңе байланысты. Тоқтатпай оқи беру керек, бұрынғы оқығанды қайталап еске түсіре беру керек. И келешекте осы өмірде жақсы жасауларына пайдасы қатты. Мен не деймін енді? Міне бітірген бүгінгі мектепті бітіріп атқан күндеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Енді үлкен адамдар қатарына қосылып мені паспортты алған шығарсыңдар. Как гражданин дейді, Өзбекстан азаматы. Енді осы жаңағы Өзбекстан отан үшін деп барлық жер болады, сондай отан үшін еңбек етіп, қанша еңбекті шын жүректен етіп, білімдерді асыра берсеңдер, келешекте өздерің пайдаң басқа. Оның ешкім басқаларға толық қуанады, мұғалім де қуанады, ата-анаң да қуанады. Сенің сол жүргеніңе олардың кеуілі өсіп, өмірі ұзая береді. Егер жаманырақ жаңағыдай бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырып, қойшы деп оқымай бұлай сәлби кетсеңдер, ата-анаң да жасы күннен күн қысқара береді. Оқытқан мұғалім де саған сыртынан көріп мазасы болмақтау деп берген біліміне наразы болады. Мен енді бұл ақыл айта берсем көп, ақыл айтуға келгенім жоқ. Естерге бала кезде қанша айтсам сендерге аз, бірде болмаса көп айтылса әйтеуір есіңнен түсір деп айтып жатырмын. Келешекте оқып, білімдеріңді жоғарыға асырып, өнерлеріңді тасырып, осы нелеріңді, ұстаздарыңды, ата-аналарыңды жерге қаратпайтын азамат болуларыңа тілектеспін. Енді қызымыз 11-ші класс 2 өмірдің есебінен Шүленбаева қызымыз сөйлейді. Қара, бастығымыз келіп отырмыз. Ата-аналар, мұғалімдеріміз. Міне бүгін 20-ші соңғы жолға кешіміз болып жеткен. Мен сіздерға тілегім. Мұғалімдер, бұл ардақты есім. Соңғы қоңырау соғылып, мектептен алыстап кетсек те, қоңыраудың сыңғырындай сыңғырлап біздердің жатталып, бәрібір мұғалімдер есімізде тұрады. Жатталып. Сіздерге білім бергендеріңіз үшін үлкен рахмет. Оқушыларды сенімін ақтаймыз, а? Сенімін ақтаймыз, өз білімімізді одан әрі жалғастырамыз. Жоғары оқу орнында белгілі бір маман иесі болып жетістіктеріне тілектеспін оқушылар. Тағылымызды құттықтаймыз бүгін. Құрметті оқушылар, міне жаңа айтып өттік, біздің районда мектеп көп, әзір Дәуіт ағайымыз барлық мектеп болмаса да, 3-төбеге дейін барып осындай балдар оқытады. Барлығымызда бүгін қуанышымызда шек жоқ. Мен қараңыздар, жүзіміз күлімдеп тұрыпты, барлығымыз көзіміз күлімдеп, барлығымыз үлкен бір мерекелеп отырмыз. Міне оның үстіне жаңа біздің Дәуіт ағайымыз мұғалімдермен де кездесіп, мұғалімдерімізді құттықтады. Кейін бізге уәде қылдық. Кейін жоғарғы оқу орнына мен көп оқушыларым оқуға түседі уәде қылған сіздердің сыртыңыздан. Олайым сол бұрын кездескенбіз, айтқанбыз ба? Сол кімдер не тілеген болса, ағаларымыз айтқандай сол тілекке жетейік, жақсы бір оқуға түсіп, мына Жаңақазғанның халқының міне қанша оқу балаға түссе, Жаңақазғанда білім дарқағы жақсы екен дейді. Мынау қара шаңырақ болған мектеп бұл. Яғни білім біздер де абыройлы болып жүреміз. Міне осынша баламыз түсті, оқытқасын түседі дейміз. Түсінікті ме? Ата-аналарға да рахмет дейміз.
Hani dәкең басқа жақтарына серіп қояды, бізді бір пайдаланбайды, жекелеп дәкең айтты. Қазір мынау колхоз спонсор болады да, пұл төлейді контрактқа. Оны мен әзір ана күнде Орекең айтты, енді бір оқушылармен бір кездесеміз, бір екі оқушы, кем бір оқушымыз контрактпен түсіп берсе керек маманға да. Жақсы бар, әрине бір баламыз сөйтіп, бір жақсы балдарымыз бар. Орекең келісіп отыр. Және сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбенен, міне Дәуіт ағамыз атынан, мұғалімдеріміз атынан, жалпы оқушылар ұйымы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз мерекеге жалғасып, үлкен бір қуанышпен жүре беріңіздер. Рахмет. Шынында. Şula gönderse dağıstan işte.
Міне бүгін 25 мамыр біздің мектебіміздің нөмір 5 орта мектеп түлектері міне бүгін мектептің табалдырығын аттап өмірге қадам басқалы отырыпты. Міне қазір сіздердің алдыларыңызда міне осы түлектер нөмір 5 мектеп 11 сынып оқушыларын шақырамыз. Музыка. Міне құрметті ата-аналар, бүгін міне 11-ші сынып оқушылары алдарыңызда көріп тұрсыздар. Міне 36 түлек, біздің 36 оқушымыз 2000 жыл қарсаңында 11-ші сынып мектебін көрді. Асулар тұрыпты. Міне осы асулардан қиналмастан өте берсін деп тілейміз. Міне сонымен бірге, міне осы мектебімізден шыққан 36 түлек өзінің өмірдегі орнын тапсын дейміз. Міне мен нөмір 5 орта мектеп коллективі атынан бұл жастарға әрдайым ұзақ өмір, зор денсаулық тілеп, қадамдары құтты болсын деп тілеп білдірмекшімін. Міне құрметті ата-аналар, ұстаздар, міне осы 11-ші сынып оқушыларын ұзақ жағынан құттықтауға келіп отқан адамдарымыз, ағайларымыз бар. Міне бұған аудандық халыққа білім беру бөлімі жағынан Мұстафаев Тұрсынаға келіп отырыпты. Қазір кезекті құттықтау үшін сөзді Мұстафаев Тұрсынаға береміз. Тұрсынаға. Ата-аналар, оқушылар, бүгін мінекей Яңғазы қаласында 5-ші мектепте үлкен тантана. Себебі 25 май Өзбекстан республикамызда бәр облыстарда мектепте осындай традиция болған 25 күні соңғы қоңырау. Соған ауданымызда осындай мектептерге бөлінді. Мінекей жаңа 27-ші мектепте оқу бөлім меңгерушісі кетті, жерге мені қалдырып кетті, басқа мектептерге де бөлінген. Мінекей бүгін 5-ші мектепте жаңа айтылды 36 бала бітіреді. Бұл жылы осы 3-4 жылдан бері Өзбекстанда халық тарихы сахасында көп өзгерістер болды. Жаңа лицейлер ашылып жатыр, жаңа колледждер ашылайын деп жатыр. Мінекей Қарағаты зонасында жаңа колледж құрылып жатыр. Осы биыл сентябрьге дейін оқуға түсу керек болды. Сол бітіп түсу керек. Келмақтың центрінде де аяға шықты колледж болып, қазір 5-6 группа биыл оқып жатыр. Өзіміздің президентіміз көп
жастарға көңіл бөледі. Биыл сағлам авлод жылы деп аталды. Қанша балдарымыз сағлам болса, қанша сағлам не болса, балдарымыз бақытты болады. Біздерге сағлам авлод керек, келешекте деп көп көңіл бөледі, өздеріңіз білесіздер. Халық таным шарасында мінекей былтырдан бастап басқыш жаңа программаға өтті. 5-6 класстар дейін жаңа программаны оқып жатыр. Ендігі жылы 7-ші класс, сосын 8-ші класс, сосын 9-ші класс. Жаңа оқулықтар шығып жатыр. Мінекей кешеден бері мінекей ең бұлардың алдында тұрған кәдімгі міндет экзамен. Кеше енді 12-ші майдан 22-ші майға дейін бірінші экзамендар тапсырды. Бұл жисмани тәрбие. Ерте тапсырғаны себебі салқын уақытта балдар тапсыру керек. Сенің көріп протоколдары бар, бізде балдар 5-4 деген бағамен тапсырған екен. Енді халықтан бөлімнің атынан, тұман хакімнің атынан, хакімнің атынан бұл күнші балдарға зор денсаулық тілеймін. Алдындағы қалған сандарын 5-4 деген бағамен бітіргеннен кейін жаңа оқуларға шығу мәселесі көп балдар қазіргі мектептің несін баға беретін баға береді оқуға түскенінен 5-ші мектептен биыл қанша оқуға түсті дейді. Сол бойынша мұғалімдердің істеген міндетін бағалайды. Қанша бала оқуға көп түссе, сонша мектеп жақсы істеген болады. 5-ші мектеп, 41-ші мектеп ауданымызда ең жақсы мектептерден бірі. Басқа мынандай конкурстар болсын, олимпиадалар болсын, жақсы орындарға ие болған. Бұларға тағы да жақсы сапар тілеймін, дендері сау болсын, ата-аналарының мерейді болсын, жақсы экзамендар тапсырып, ауданымыздағы Өзбекстан территориясындағы жаңа оқу орындарына түсіп. Айтқаныңыз келсін. Ата-аналар және міне мектеп дегенде барлығымыздың жүрегімізде бір ыстық сезім, лебіз болады. Міне сондай мектептің жүректері болған ағаларымыз отырып бұның ішінде. Міне қазір кезекті сөзді міне 11-ші сынып оқушыларын құттықтау үшін осы жаңа қазған ақсақалдар ұйымының төрағасы Тоқмұрат Кенжеғайды ортаға шақырамыз. Және нөмірі 5-ші орта мектептің завушы оқу бөлімі Мәулен Бишанқұлағай, 41-ші мектептің директоры Таңбай Төребайғайды ортаға шақырамыз. Assalamualaikum hürmetli ata-aнаlar. Mine bugün жаңа қазған ауылда үлкен бір қуаныш, оның бірі себепші болған. Мына өсіп жатқан қыздарымыздың 11-де бітіріп аттанғалы тұр. Сол себепші болса, бүгін Өзбекстан Республикасының түкпір-түкпірінде орта мектеп деген жерде барлық ұл мен қыздарымыз орта мектепті бітіріп отыр. Міне біздің осы жаңа қазған ауылдың өзінде 2 мектеп болып, біреуі бітіріп жатқан болса, қалған келмелерімізді де бүгін қазір айтып өтті, ол жерлерінде жоғарыдан келген кісілер атап өту үшін балдарын басын қосып, ата-аналар мен үлгілерді аттандырғалы тұр. Мен айтарым болған мына 5-ші орта мектеп оқытушылары жаңылмасам 34-ші выпускасы болуы керек. Бірінші выпускасы бұл 67-ші жылы июнь айында міне осы жаңағыздан орталығында қазіргі осы тас мектеп салынып бітірген, міне биылғы жыл 34-ші выпускасы болып 36 бала аттанғалы тұр екен. Айтарым, біріншіден міне бүлдіршінен бастап, кішкентайынан бастап мынау тап 11-ге дейін паспорт беріп, бұларды аттестатпен құттықтап, және бір айдан кейін аттанғалы отыр. Мен бірінші осы кісілерге сабақ берген, үлкеннен жоғарыға дейінгі сабақ беріп келген мына мұғалімдерге қанша қиыншылықтарын басқасын қойып, осыларды балағатқа жеткізіп, қиыншылығына да қуанышынан шерік болған мына оқытушыларға, ұстаздарға үлкен рахметімді айтамын. Сонымен қатар балдар міне және бір айдан кейін қолдарына кәмелеттік аттестат алып, жолдамалайын деп тұрсыздар. Көптерің
atlanıp жоғарғы оқу орнына әзіргі дәуірде университет деп жатырмыз, институт деп жатырмыз, колледж деп жатырмыз. Міне осылардың барына шаман келгенше мынау әрбір ата-ана өзінің ұлы мен қызын ұлын ұяға, қызын қияға қондырып сол қуанышты көрсем деген көптің бір тілегі ата-аналардың міне отырған қуанышта отырған ата-аналарыңызда сіздерді аттандырып сол барған жерлеріңізде оқуға кіріп ел жұртқа қуаныш пен ақ жарқын жүзбенен мына еліңе, отаныңа, халқыңа адал қызмет етулерге тілектеспіз. Бүгінгі мына 25 май үлкен қуанышты болып отқан бас қосылып мынау қоштасу күндерін өткізіп отырғысы осы қуанышты күндерімізбенен барлық мына 5 оқытушылар, коллектив мен әрі оқушыларды құттықтаймын. Ассалаумағалейкум, ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті бүгінгі кешіміздің байрамымыздың қатысушылары. Міне нөмірі 5-ші мектеп көркемдері бүгін 2000 жыл бітірушілерді алдарында тақалып тұрса, бұлар қарап тұрсақ, мынау бітіруші 2000-ге қарады 1000 жылдықтың екінші деп отыр. Есте қалайтын жылдарға бітіріп жатыр кезде мынау қаламолған жыл деп отырмыз. Міне сендердің келешектегі алдағы тұрыстарға, алдағы әсірселерге, имтихандарға жастап тұрып, жоғарғы оқу орындарына түсіп еліміздің, халқымыздың бір сүйікті азаматтарымыздан енді тілектестік білдіремін. Өз атымнан және 44 мектеп орта мектеп коллективатынан. Міне сендердің келешектегі жоғарғы оқуда тексеруге біз аумақ беріп боламыз. Қарастым, барлығымыз өзіміз оқығанда кейбір оқушыларда жүрек ұрсана. Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары, аяулы ана, шәкірттер, ұлағатты ұстаздар. Бүгінгі көңілді кештің себепшісі болған мына нөмір 5-ші орта мектепте білім алып жатқан шәкірттердің кеші. Міне осы сәттен пайдаланып отырып, 16 шқалы тұрған қарластарында өмірдің асфалтарын аттағалы тұрған шәкірттерімізге оқуда озат, еңбекте алда болсын дейміз. Тез ұжымы жағынан жоғарғы оқу орнына түсуіне тілек білдіреміз. Міне өткен жылы біздің нөмір 5-ші орта мектептің оқушылары арасында 8 оқушы жоғарғы оқу орнына түскен. Міне биыл 36 оқушымыз кіріп жатыр. Осы 36 оқушымыздың барлығы да өз арманына жоғарғы оқу орнына түсіп, студент деген атаққа ие болсын. Сәт сапар дейміз. Құрметті ата-аналар, енді кезекті 11-ші А, Б сынып оқушыларына береміз. Кезек сіздерге. Балауса едік, жібек мінез, өр мінез, желтіл деген уақыт демде желді тез, аясында асыр салған мектеппен міне бүгін қоштасатын келді кез. Амандасам мәңгі көктем шыршамен, бір сәлемге сияр емес мұшалем, ал қазірше қолдан келер осы деп, баршамызға беріп тұрмын бір сәлем. Алдан талай үміт оты жағылар, жиналған жұрт көңілі жомарт жанып ал, ынтық жүрек шәкірттердің сәлемін ықыласпен уа көпшілік қабылдады. Нөмірі 5 мектебіме мақтанам, талай жастар білім алып асқаған, сол жастардың біріміз ғой біз бүгін есігінен алға қарай аттаған. Саламатсыздар ма, қымбатты да аяулы ұстаздар. Міне бүгін біздер үшін ең қимас сәт болып отыр. 11 жыл бойы оқыған алтын мектеппен қоштасқалы отырмыз. Қымбатты түлек, мектеп қабырғасында өткізген 11 жылда сен қоңыраудың сан рет естідің. Оны қолыңа гүл алып, қымбатты түлек, мектеп қабырғасында өткізген 11 жылда сен қоңыраудың сан рет естідің.
оны қолына гүл алып мектеп табалдырығына аттағанда естідім. Kulaktan kırıp oydalar, әсемән мен тәттігі, көңілге түрлі ойсалар, әнді сесеңмеш, сейдемекші, кезекте тыңдайтындарыңыз ән, орындайды таңбайлары. Ата-анасы
bir жақын. 36 балапанымыз орта білім алып, Алтынияр мектебінен шығарып отырған оларға сәт-сапар тілеймін. Бұл балдарымыз біздердің өміріміз алдымыздағы арманымыз. Бұлар енді міне 36-сының өмірі осы уақытқа дейін бір арнада аққан өзенге ұқсаса, енді сол өзеннен жан-жаққа қарап 36 бұлақ бастауға қарайды. Сол өмірлерінде алдындағы тастаған қадамдарында мен сәт-сапар тілеймін балдарыма. Және өмірдің сол бастарында қағылмауын, ешқандай қиыншылық көрмеуін тілеймін. Және мына қадірменді ұстаздарыма осы балдарымызды аялап, тәрбиелеп, өзімізбен бірдей еңбек қылды бұларға рахмет айтамын. Және бәріне де бақыт тілеймін.
осы 10 жыл білім беріп осы дәрежеге жеткізген бірінші ұстаздарға үлкен рахмет айтамын. Неге бүгін бітірушілерге айтатын тілегім, бүгін мектеп қабырғасымен қоштасып жаңа өмірге қадам басқалы отыр екенсіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Тек үлкен оқу орны емес, өндіріске барасыздар ма, әлде осы өмірде бір орындарыңызды тауып, елдеріне елеулі бір азамат болып, ата-аналарының берімді болып, үлкен азамат болуларына тілектестік білдіремін. Біздің иттің мойнында өзінің кілті бар. Біздің иттің мойнында кілті бар. Өзі қаланың ортында шығып, қаланың ортында шығып кетеді. Сен осы деді қалай деген. Балам жүре, балам. Нишан қалай? Кіріп білін? Шекспирді аңқыт емесің? Шекспирге жүз көрейік. Осы балаларға тәрбие беріп, білім беріп, тәрбие алған берген ұстаздарға үлкен рахметімізді ата-аналарға айта отырып, бүгін оқушылар мектеп қабырғасынан аттап, жаңа өмірге аттанғалы отыр екен. Осы өмірлерде сәт-сапар тілеймін. Балаларымызды үлкен оқу орындарына түсіп, біздің армандаған ниеттеріміз осы балаларымыздың жеткізілсін тілейміз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар,
Azamat qilgan shaklingizga rahmetingizni aytamiz. Lekin bu buyruqlar uchinchi klassda tasdiqlarimizning oldida hali bir necha asoslar bor, bir necha imtihonlar bor. Bu imtihonlardan chiqmay turib
Bye.
Президентimiz Karimov aytқандай, біздің келешегіміз жастар қолында деп сендерге үлкен үміт артып отыр екен. Міне осы сенімді ақтайтындай жоғары білімді азамат болып, таңдаған бір кәсіптің иесі болып, өзің өнерлеріне, сонымен бірге әрқашан жүздеріңнен күлкі араласын, ешқандай жамандық көрмеңдер. Үйге ата-аналарың қандай тілектес болса, мектепте оқушылар да сендер үшін сондай тілектес жандар бар деп күлулерді не аламын, күліңдерді айтамын да, әрқашан өмірлеріне сәт сапарлар. Екі 11-ші сыныптағы соңғы қоңырау кеш екен. Осы соңғы қоңырау кештерінің қызды құттықтаймын. Өмірде бақытты болыңдар. Аттаған алтын бұсағаларың әр уақытта сендер үшін ашық болып, жүздеріңе күлкі айналсын. Өмірде бақытты болыңдар. Бақытты болыңдар. Әрдайым осындай біз ішіндегі алып, соңғышқа күштерін қанығашқа өмірге аттандыруымызға тілектеспіз. Абырой жанарды бірі болыңыздар, мектепте абыройларыңыз көтеріп, осындай біздегі мұсабақтың ішінде арқасында шайқап күліп жүре беріңіздер. Мен баланы шауыр, тез жеткен. Болмайды бұлар. Неге сен ішің ауырады ма, соғырса жай келесің ба сен? Іші ауырып жатқан адам бір жыламсырап келмейді ма? Сенің балаң іші ауырып жатыр. Болмайды бұл, қайта болыңда, тез бол. Сен doktorsun ғой сонша жылайсың ба? Бір адам рөлге кіріп ойнау керек та, бір жаныбарға ұқсап, бір күлімсіреп келсей, сен doktorsun ғой. Болмайды ғой, қайта отырып бол. Рөлге кіріп ойнау керек. Аяғыма дейін бұлғар етіп сәулем ай. Абba, işim olur. Ya işim var anne. Stop! Sen boşa bilesin şöyle koy babana koşa. Senin işin ağırmadı, sen külmeysin. Annemeye bargasına bir saldat gibi olup, jaks olup kengesi bir. Hadi gel. Ayağıma kiygenim boğar etip sevlemey, talağına ızgar etip baraday. Apa işim var. İşim olsa otur. Ama yem adama yem bala çorbatıp geç yapıyor. Şu. Ya. Men seni bollarına jüriyorum. Burası benim yerlere kututam ettir. Gözüme jomba koydun. Ula oysa yetir ya.
Bayram mübarek öldürdün mü? Papa. Ya bir bahs söylesinler be. Ver.